8-ші есеп. Екі пішіннің периметрлерінің азайтындысын табыңыз. Біз бірінші пішінді көріп тұрмыз. Бұл тік төртбұрыш, ұзындығы 12 дециметр, ені 5 дециметр. Бұл пішіннің периметрін табу үшін біз екіні көбейтеміз, 12 қосылған 5-ке. Сонда 2 көбейтілген 17 тең 34 дециметрге. Демек, бірінші пішіннің периметрі 34 дециметр. Енді екінші пішіннің периметрін табайық. Екінші пішін бізде шаршы, ал шаршының бізде барлық қабырғалары бірдей. Демек, шаршының периметрін табу үшін біз 4-ті көбейтеміз 4-ке. Бізде 4 қабырға бар, және сол 4 қабырғаның әрқайсысы 4 дециметрден. Демек, екінші пішіннің периметрі 16 дециметр. Енді бізге осы екі пішіннің периметрлерінің азайтындысын табыңыз дейді. Демек, P1-ден P2-ні азайту керек. 34-тен 16-ны азайтамыз. 18 дециметр болады. Сонда нұсқалардың ішіндегі дұрысы Б нұсқасы.